Сәлем достар, бүгін сіздермен қабілет туралы айтатын болам, яғни қабілет туралы жалпы ұғым. Қабілет деп әр адамның белгілі бір іс-әрекет түріне икемділігін айтады. Немесе қабілет дегеніміз мақсатқа бағытталған тәлім-тәрбие жұмысына байланысты адамның бір іс-әрекетке ұйымдасқан түрде бейімделуі және нәтижелі атқаруы. Адамның қабілеттілігі бұған ықпал етіп отыратын тәлім-тәрбиеге орай әрбір адамда түрліше сипатта өтеді. Адамның қандай да болмасын белгілі бір іс-әрекет түріне қабілетті болуы мынандай екі түрлі көрсеткіш арқылы анықталады. Біріншісі іс-әрекетті тез өзгерту, екінші іс-әрекетті орындау нәтижесінің сапасы. Егер адам өзге адамдармен салыстырғанда біріншіден қолға алған істі қалай да тез және табысты меңгеріп, сол әрекетке лайық дағдыны оңай игерсе, екіншіден белгілі бір деңгейде жетістіктерге жетсе, оның қабілетті адам дейді. Сондықтан қабілеттіліктің сыры неде? Не себепті әр адамның жетістіктерге жетуі бірдей жағдайда түрліше көрсеткіштерге ие болып, іс-әрекет нәтижелері әрқилы болады? Қабілеттілік адамдардағы жеке дара өзіндік ерекшелік, яғни бір адамның екінші адамнан айырмашылығын көрсететін психологиялық сипат. Қабілет негізінен екіге бөлінеді. Адамның ақыл-ой өзгешеліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін кез келген адамны табылатын қабілет жалпы қабілет деп аталады. Ақылдың орамдылығы мен сыншылдығы, материалды еске тез қалдыра алу, зеректік пен тапқырлық, тағы басқа осы секілді ақыл-ой әрекетіне көрінетін өзгешеліктер жалпы қабілет болып табылады. Іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижесі орындалуына мүмкіндік беретін қабілетті арнаулы қабілет деп атайды. Бұған суретшінің, музыканттың, актердің, спортшының, математика ғылымының, ақын-жазушының қабілеттерін жатқызуға болады. Адам қабілеттерінің жан-жақты жетілуі, еңбектің, яғни ой еңбегі мен дене еңбегі болып бөлінуі, сөйтіп адамның белгілі бір кәсіпке немесе мамандыққа таңылып қоюы, бірте-бірте жоюды көздейді. Қабілет және нышан. Қабілет адамның даралық психологиялық ерекшелігі. Ол туа пайда болады. Қабілеттің дамуына негіз болатын анатомиялық және физиологиялық ерекшелік нышан. Нышанның табиғи негізі жоғары жүйке жүйесінің қызметтері, бас миындағы миллиардтаған жасушаның қозу, тежелу сияқты сан қилы әрекеті және олардың алмасып отыруы. Бұл өмір тәжірибесі, тәлім-тәрбие істері нәтижесінде үнемі дамып жетіледі. Нышан сан қилы мағынада көрініс береді. Мәселен, әлеуметтік ортаның, тәрбие мен оқыту істерінің және түрлі жағдайлардың әсерінен келген бір нышандар негізінде түрлі қабілеттердің дамуы мүмкін. Мәселен, бойында шапшаңдық пен дәлдік, ептілік пен шеберлік нышандары бар адамдар тіршілік жағдайы мен қызмет саласына сай әртүрлі қабілетке ие болуы мүмкін. Бірі хирург, дәрігер, екіншісі гимнаст, үшіншісі суретші, тағы сол сияқты. Нышанның ерекше түрі адамдар жас кезінен байқалады. Қазақтың аса дарынды күйші композиторы Құрманғазының шәкірті Дина Нұрпейісова өзінің күйшілік қабілетін 8 жасынан ақ байқатып, бір-ақ рет тыңдаған күйін мүдірмей айна қатесіз дәл орындаған. Қабілеттің даралық айырмашылығы. Адамдардың қабілетінде жеке адамға тән айырмашылықтар да болады. Яғни іс-әрекет әр адамда әртүрлі. Адам қабілетінің даралық ерекшеліктеріне талант, дарындылық, данышпандық сияқты қасиеттер де жатады. Қабілеттіліктің жоғары деңгейде көрінуі талант деп аталады. Талантты адам істің белгілі саласында да ірі жетістіктерге қолы жетеді. Мәселен, адам жас кезінен ауызекі және жазба сөзге олақ болғанымен, есейе келе ерен еңбек етудің нәтижесінде ірі ақын, белгілі жазушы болуы мүмкін. Мәселен, 40 жасында сауатын ашып, 73-де ғылым докторы болған Гусееваның өмірі жақсы дәлел. Жай қарағанда үлкен талант иелерінің Уәлиханов, Әуезов, Аймауытов, Сәтпаев шығармалары оп-оңай өзінен өзі жазыла салатындай көрінуі мүмкін. Ал шындығында бұлар енемен құдық қазғандай адамның ақыл-парасаты, қажырлы қайратын жұмсалатын өлшеусіз қыруар еңбектің нәтижесі. Дарындылық. Адамның белгілі бір іске деген айрықша қабілеттілігі, өмірдің қандай да бір саласында өзін ерекше қырынан көрсетуі. Мұны мынандай айқынырақ түсіндіруге болады.
қазақ даласында өздерінің ақындық, әншілік, серілік қасиеттерімен танылған ақан сері, біржан сал, өкілі ыбырай, әсет, мәди тәрізді басқа да таланттардың есімдері осы кезге дейін ел есінде. Адам қабілетіндегі дарындылық пен талант одан әрі дамып данышпандық қасиеттерін тудырады. Бұл адамның ақыл-ойы мен іс-әрекетінің ең жоғарғы дәрежеге көтерілуі. Данышпандық қасиет адамның жалпы және арнаулы қабілеттерінің жинақталып ерекше нәтижелерге қол жеткізуі. Данышпан адамның іс-әрекет нәтижелері адамның әлеуметтік өмірі мен қоғамдық тіршілігінің жақсаруына елеулі үлес қосып, мәдени, рухани, саяси, экономикалық тағы басқа салалардың өркендеуіне әсер етеді. Қоғамның тарихи дамуына өшпес із қалдырады. Аяқ адамдар қатарында Әбу Насыр әл-Фараби, Ұлықбек сынды ғұламалар қазақтың Абылай хан, Қаршыға, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, абай тәрізді біртуар перзенттерін жатқызуға болады. Бір сөзбен айтқанда, адам қабілеттілігі мен оның түрлі деңгейде дамып өрісуінің негізгі факторы еңбек. Қабілеттерді қалыптастыру. Мектеп пен мұғалімнің міндеті оқушылардың оқыту ғана емес, сондай-ақ олардың қабілеттерін дамыту болып табылады. Қабілеттілікті дамытуда оқу жұмыстарының маңызы зор. Дегенмен қабілеттілікті дамытуда оқыту әртүрлі дәрежеде ықпал жасайды. Ал қисынсыз әдістер, мысалы түсінбей жаттап алу, дамытуға кедергі келтіруі мүмкін. Мектеп оқушысымен жеке қатынас жасай білу қажет. Олардың ерекшеліктерін ескеріп, соған сай тапсырмалар берген жөн. Күшті оқушыларға сабақты зерігіп кетпес үшін және үйде орындауға жетерліктей қосымша жұмыстар беру керек. Нашар оқитындарға шамасы келетіндей талаптар қойып, бала нәтижелі орындай алатындай жеңілдеу тапсырмалар беріп, көбірек көмектесуге тура келеді. Сухомилинский: егер баланың оқуда бәріне де қолы жеңіл жетсе, онда біртіндеп адамды аздыратын ой самарқаулар пайда болады. Ой самарқаулығы бәрінен бұрын төменгі сыныптарда өріс алады. Егер басқа балалардың белгілі бір дәрежеде ақыл-ой жұмсауын қажет ететін жұмысты жеңіл игеретін қабілетті бала бостан-босқа ерігуге айналады. Оқушылардың бостан-босқа құр жүруін болдырмау белгілі бір тәрбие міндетті, деп жазады. Оқушылардың жұмыста тыңғылықты, дербестік, еңбексүйгіштікке тәрбиелей отырып, мұғалім сонысымен оларды еңбекке қабілеттілік деп аталатын маңызды сапаның дамуына көмегін тигізеді. Бала қабілетін тәрбиелеу үшін жүргізілетін жұмыстардың мазмұны мен түрлері сан алуан. Бұларды нақты жағдайларға байланысты жүргізе білу әрбір мұғалімнің негізгі жұмыстарының бірі. Оқушылардың оқу әрекетін тартымды, мазмұнды, қызғылықты етіп ұйымдастыру. Мәселен, мұғалім жақсы үлгеретін оқушыларға талапты көбірек қойып, қосымша тапсырмалар беретін болса, орташа қабілеті бар балаларды бақылаудан тыс қалдырмаған дұрыс. Кей жағдайларда осындай балалардың табиғи мүмкіндіктері жеткілікті болғанымен мұғалімнің назарынан тыс қалып қояды да ол орташа оқушы болып қала береді. Сондықтан да оқушының келешегіне зор үмітпен қарау керек.